Баршаңызға сәлем, сізбен бірге адвокат Тайыр Насханов. Бүгін біз шенеуніктеріміздің деңгейі туралы келесі мысалда айтамыз. Атым Қаржау, фамилиям Шарғалаев. 2019 жылы Құлсары қаласының әкімі болдым. 19 жылы июнь айында жұмыстан кеттім. Қазір мияқтан несешін Атырауда микрорайон көктем. Атырау қаласында қазір инжекцияның бір зат алып кетті дегесін. Келіп тұрмын осы затты алып кетуге. Не зат ол? Алсайшы қолыңа? Міне мына затты алып кету үшін. Не зат ол? Сифадрон, миф, скорс. Бұның не бәрі білмеймін. Нешінші рет жіберсен мен қарай? Нешінші рет тасын інілерін заттарын? Екінші рет, үшінші рет апарып бердің да? Сен білесің ғой да оның есірткі екенін? Оны білмеймін. Есірткі екенін білмейсің. Дәрі деп айтты маған. Бірақ сен әкімсің, бірақ любой зат тасисың да? Енді адамдар көмек ама әкеле қойшы. Аяқта бір адамды өлтіріп кетті, қалтасында миллион бар дейміз ма? Алып бересің барып? Оны білмеймін. Енді мынау да сол ғой енді. Өл десе бар, өліп қаласың ба не? Енді келесің әкім, мынандай затпен араласасың ба әкім мырза? Әкім мырза араласпайсыз ғой да? Халыққа дұрыс қызмет етесіз ғой да? Да? Сіздердің арқаңызда осылай дамып жатыр ғой біз да? Әкім мырза, да? Мен халықтың дамуына үлесімді болсам, қосып отырсың осылай. Банағындай сатып та, заттасып. Жақсы, мен бұл затты мен не екенін білген жоқ. Әкім, енді тасымайсың ғой? Енді тасымайсың. Қателесіп. Қателігіңді мойындайсың ғой? Мойындайсың. Жалпы мен қазір бұл бейненің басты кейіпкерін әшкереленіп, айыптай бастаған үшін емеспін. Оған түсірілген адам бұл біз өмір сүріп жатқан сәтсіз жүйенің бұзылуының салдары. Бұрынғы кішігірім болса да әкім не көтеріп, не бетбелгі жасап отырған бүгінгі шындық осындай. Мен сарапшы емеспін. Сондықтан мен бұл адам нашақор ма, жоқ па, оны нақты айта алмаймын. Бірақ сыртқы келбетіне қарап, ыңжығасы түсіп кеткені көрініп тұр. Сонымен қатар менің бұл іске қатысым жоқ. Сондықтан барлық мән жайды білмеймін. Ешқандай түсініктеме бере алмаймын. Сөз тегінде басқа. Бұл біздің қоғамның деградациясы туралы. Бейне түсірілімде адам кішкентай болса да, бірақ әкім болғанынан содан кейін қандай да бір жолмен нашақорлыққа салынып және қазір есірткіге ақша табу үшін бетбелгі жасауға мәжбүр болғанын және ұстау кезінде бірінші кезекте 18 жылдан 19 жылға дейін әкім болғанын айтады. Осы жерде сұрақ туындайды. Біздің елдегі азаматтар мемлекеттік қызметкерлерге қандай себептермен барады? Егер есейген шағында есірткіге салынып, содан кейін бетбелгілермен жүгірсе, онда қандай адамдар барады? Немесе ол өзінің қысқа мерзімде әкімшілігі кезінде айналымға тыйым салынған заттарды қолданған ба? Ең ұсақ шенеунік нашақор болса, бұл елдің қауіпсіздігіне қауіп төндіретін айдай анық. Өкінішке орай нағыз демократиялық елдерде қабылданбайды деп саналатын көптеген нәрселер біздің елде қалыпты жағдайға айналды. Біз заңсыз ұстауға, құқық қорғау органдары қызметкерлерінің тарапынан зорлық-зомбылыққа, сыбайлас жемқорлыққа және непотизмге үйрену қалдық. Шенеуніктердің лауазымына көптеген үміткерлер өздерінің мәселелерін шешу үшін мемлекеттік басқаруға барады. Көріп отырғаныңыздай билік құрылымдарында бюрократиялық корпуста деградация барлық жерде орын алды. Бұл жағдайдан қалай шығуға болады, міне осы сұрақ. Сізбен бірге адвокат Тайыр Насханов болды. Мен елдегі қазіргі жағдайдан алған әскерлермен бөлістім. Лайк басыңыз және менің YouTube каналыма жазылыңыз. Осылайша сіз бұл бейнені жарнамалауға көмектесесіз және оны көбірек адамдар көре алады. Менің ойымша бұл пайдалы деп ойлаймын.